Сіз соңғы бірнеше күнде үлкен дәретке бармай жүрсіз бе? Іш қату тек ыңғайсыздық емес, ол денсаулығыңызға қауіп төндіруі мүмкін. Іш қату жиі кездесетін мәселе. Дүниежүзілік зерттеулерге сәйкес, ересек адамдардың шамамен 14-20% өмірінде бір рет болсын іш қатумен кездеседі. Әйелдерде іш қату ерлерге қарағанда 2 есе жиі кездеседі. Ал қарт адамдарда, 60 жастан асқан адамдарда 30-40%-ында тұрақты түрмен іш қатумен ауырады, яғни запор. Ал Еуропадағы зерттеулер бойынша әрбір 5-ші ересек адам өмірінде кемінде бір рет іш қатуға душар болады. Бүгін мен сізге іш қатудың, запордың 10 басты себебін және оны тез әрі тиімді жою жолдарын айтамын. Яғни видеоны соңына дейін көріңіз. Мен сізге бір табиғи іш қатуды, запорды емдеудің табиғи құпия әдісін көрсетемін. Ол іш қатудан бір күнде құтылуға көмектеседі. Іш қатудың 10 себебі. Бірінші, су тапшылығы. Сіз күніне 1,5-2 литр су ішесіз бе? Егерде іште сіз аз су ішетін болсаңыз, ол іш қатуға алып келеді. Екінші, тамақтанудың дұрыс болмауы. Ұн тағамдарын, ақ нан, фастфуд ішектің жұмысын баяулатады, соның әсерінен де запор болады. Үшінші, дене белсенділігінің төмендеуі. Яғни дене белсенділігі тек қана ол сіздің әдемі болуыңызға ғана емес, бұл бүкіл ағзаның жұмыс істеуі үшін қажет. Егер де дене белсенділігі болмайтын болса, ағза баяу жұмыс істейді, соның әсерінен де ас қорыту жүйесі де баяулайды. Соңғы 3 күнде серуендеуге шықтыңыз ба? Төртінші себебі дәрі-дәрмек. Яғни темір препараттарын қабылдау, анальгетиктерді қабылдау, антидепрессанттарды қабылдау іштің қатуына алып келеді. Оны әсіресе темір препараттарын қабылдаған кезде. Бесінші, стресс. Психикалық жүйенің де әсері. Яғни бұл ішекке әсер етеді. Қатты уайымдайтын болсаңыз, стресске түсетін болсаңыз, ішектің микрофлорасы, ішектің бүрлері қатып қалғандай болуы мүмкін. Соның әсерінен іш қатады. Гормондық өзгерістер, жүктілік немесе етеккір циклы, сонымен қатар қалқанша безінің жұмысының бұзылуы, гипотиреоздің әсерінен де іш қату болады. Асқазан ішек аурулары. Жасқа байланысты өзгерістер. Балалар мен қарт адамдарда ішек баяулайды жұмысы. 9-шы себебі диетаға кенеттен өзгеріс енгізген кезде, жаңа тағамдарды енгізгенде ішек уақытша баяулайды. Аллергия немесе сезімталдық. 10-шы себебі сүт өнімдеріне аллергия немесе сезімталдық болған кезде, глютенге сезімталдық болған кезде іш қату байқалады. Іш қатуды тез жеңу жолдары. Бірінші, күніне 2 литр немесе 1,5 литр су ішу керек. Екінші, клетчаткаға бай тағамдар, көкөністер, алма, қияр, помидорды көп тұтыну, жеміс-жидектерді тұтыну, дәнді дақылдарды тұтыну. Дене белсенділігі. Күніне ең кемінде 10-15 минут серуендеу, және де жұмыс барысында егер отырып жұмыс істейтін болсаңыз, 40 минуттан кейін кішкене болсын денені сергіту жаттығуларын жасау. Тағы бір жеңу жолы пробиотиктерді, йогурт немесе арнайы қоспаларды, айранды ішу. Стрессті басқару, тыныс алу жаттығулары да өте жақсы көмектеседі. Қысқа медитациялар іш қатуын басады. Дәрі-дәрмектерді дәрігердің кеңесімен қабылдау. Егер де дәрі-дәрмектердің әсерінен сізде іш қату болатын болса, онда өзіңіздің дәрігеріңіздің кеңесін алып, қандай жолдары бар екендігі, қандай дәрілер алуға болатындығын қосымша соны кеңесін алу керек болады. Ал енді мен сіздерге уәде еткен табиғи әдісті айтамын. Іш қатуды жеңуге арналған уәде еткен табиғи әдіс. Ол үшін бізге керегі жылы су және де үгітілген зығыр тұқымы, семена льна дейді. Зығырданын ұсақтау немесе табиғи күйінде қолдануға болады. Ұсақтауы тез әсер етеді, оның өйткені дән ішекте тез қорытылады. Яғни оны ұсақтау үшін блендерда немесе арнайы кофені ертетін нелерде майдалап ұсақтап алуға болады. Немесе ондай болмайтын болса, жай ғана зығырданын, семена льнаны алып, 1-2 ас қасықты стакан жылы суға суды қайнатып алып, немесе сол жылы суға қосу керек. Оны араластырып 5-10 минут тұндыруға қалдырамыз. Су дәнді толық сіңіреді. Содан кейін егерде ұнататын болсаңыз, дәмі ұнамай жатса, кішкене бал, аллергияңыз болмаса немесе лимон қосуға болады. Күніне 1 рет ішу керек, әсіресе тамаққа дейін, яғни таңертең өте тиімді болады, аш қарынға ішу.
Қорытындылайтын болсақ, іш қату көп жағдайда қарапайым өмір салтын өзгерту арқылы шешілетін мәселе. Бірақ симптом ұзаққа созылса, немесе қан аралас нәжіс шықса, қатты ауырсу болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Және де балаларда іш қату ұзаққа созылып жатса, ересек адамдарда және геморрой болып жататын болса, онда міндетті түрде емдеуші дәрігеріңізге жүгінуіңіз керек болады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, пікірде өзіңізге көмектесетін әдістерді бөліссеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.